Едігей сол бір терең түнде ғарыш зымыранын көз ұшынан мүлде ғайып болғанша шығарып салып, осындай ойлармен қайтқан еді. Ол бұл ғажайыпқа ұзақ қарап тұрды. Отты кеме барған сайын кішірейіп, сығылып, ақыры қара тұңғиыққа сіңіп, ақшыл тұманды нүктеге айналып кеткенде, ол басын шайқап, ерекше бір қайшылықты сезімдерге бөленіп, кері жүрді. Көргеніне таңғалып сүйсінгенімен, оның өзіне бөтен дүние екенін, әрі таңданыс, әрі қорқыныш тудыратынын сезінді. Сол сәтте оның есіне темір жолға келіп жүретін әлгі түлкі түсті. Дала төсінде кенет аспанда пайда болған сол бір отты құйын оны қалай шошытты екен. Бейшара қайда тығыларын білмей қалған шығар. Ал өзі боранды едіге түнгі зымыран ұшуының куәгері. Бұл ұшудың шын мәнінде апатты жағдайға байланысты шұғыл көтерілген ғарыш кемесі екенін, онда космонавт барын, ешқандай салтанатсыз, журналистерсіз, есеп рапортсыз іске асқанын білмейтін де, білуі де тиіс емес еді. Бұл ұшу орбитада 1,5 жылдан астам уақыт бойы бірлескен америкалық кеңестік бағдарлама бойынша жұмыс істеп тұрған паритет ғарыш станциясындағы төтенше жағдайға байланысты еді. Оның орбитасы шартты түрде трамплин деп аталған болатын. Мұның бәрін едіге қайдан білсін. Ол бұл оқиғаның өзіне, өз тағдырына да тікелей қатысты боларын. Тек адам мен адамзаттың ажырамас байланысы тұрғысынан ғана емес, нақты әрі тура әсер ететінін де сезбеді. Оның үстіне ол көп ұзамай Сарыөзектен ұшқан сол кемеден кейін жердің арғы бетінде, Невадада дәл сондай міндетпен, дәл сол паритет станциясына, дәл сол трамплин орбитасына, тек қарама-қарсы бағытта қозғалыспен америкалық кемеде көтерілгенін білген жоқ. Бұл кемелер шұғыл түрде Демург бағдарламасының біріккен кеңес америкалық басқару орталығының жүзбелі базасы болып табылатын конверсия ғылыми зерттеу әуе тасымалдаушы кемесінен берілген бұйрық бойынша ғарышқа аттандырылған еді. Конвенция атты авианосец өзінің тұрақты орналасқан аймағында Тынық мұхитында Алуэт аралдарының оңтүстігінде Владивосток пен Сан-Франциско қалаларынан шамамен бірдей қашықтықтағы квадратта тұрған еді. Біріккен басқару орталығы Апцунопыр сол сәтте екі кеменің де трамплин орбитасына шығуын зор шиеленіспен бақылап отырды. Әзірге бәрі сәтті өтіп жатқан. Алда паритет кешенімен түйісу маневрлері күтіп тұрды. Бұл аса күрделі міндет еді. Түйісу бірінен кейін бірі белгілі бір аралықпен емес, керісінше бір мезгілде екі түрлі бағыттан мүлде синхронды түрде жүзеге асуы тиіс болды. Паритет конвенциясындағы Апцунопыр жіберген сигналдарға 12 сағаттан астам уақыт бойы жауап бермей тұрған. Сол сияқты оған түйісуге келе жатқан кемелердің сигналдарына да үн қатпаған еді. Енді паритет экипажымен не болғанын анықтау қажет болды. Бұл өңірде пойыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай ағылып жататын. Темір жолдың екі жағында ұлан-ғайыр ең кеңістік Сарыөзектер, Сары даланың орта тұсындағы байтақ жерлер созылып жатты. Бұл өлкеде кез келген қашықтық темір жолға қатысты өлшенетін Гринвич меридианы сияқты. Ал пойыздар болса шығыстан батысқа, батыстан шығысқа қарай тоқтаусыз жүріп жататын. Боранды разъезінен Найман руының ата-баба қорымы ана бейітке дейін темір жолдан шамамен 30 шақырымдай жер еді. Оның өзі төтесінен Сарыөзектер арқылы бағытсыз тарта берсең ғана. Ал адасып кетпеу үшін қауіпсіз жолмен жүрсең, темір жолмен қатарласа созылған сүрлеумен жүрген дұрыс. Бірақ онда зиратқа дейін қашықтық одан сайын ұзармақ. Қисықсай жырасы тұсынан бұрылып, ана бейітке қарай үлкен айналым жасауға тура келеді. Басқа амал жоқ. Сөйтіп ең кем дегенде бір жаққа 30 шақырым, қайта жолды қоссаң тағы 30 шақырым. Бірақ едігейдің өзінен басқа қазіргі боранлылықтардың ешқайсысы ол жаққа қалай жетуді жөнді білмейтін. Естігендері болмаса ол көне бейіт туралы түрлі аңыз әңгімелер айтылатын. Рас өтірігі белгісіз, бірақ өздері әлі барып көрмеген. Оған қажеттілік те тумаған еді. Көп жылдар бойы Боранында 8 үйден тұратын шағын темір жол бойы қонысында адам өлімі болып, жерлеу рәсімі жасалмаған болатын. Бұған дейін бірнеше жыл бұрын бір қыз бала кенеттен тұншығып қайтыс болғанда ата-анасы оны өздерінің туған жері Орал облысына апарып жерлеген. Ал Қазанғаптың әйелі қарт Бүкей әже Күмбел станциясындағы зиратта жатыр. Ол бірнеше жыл бұрын сол жақтағы ауруханада қайтыс болған. Содан кейін сол жерде жерлеуді ұйғарған. Оның үстіне Күмбел Сарыөзектегі ең үлкен станция, әрі онда қызы Айзада мен күйеу баласы тұрады.
Күйеу баласы онша тәуір адам болмаса да, ішімдікке әуес болса да, бәрібір өз адамы ғой, қабірге қарап тұрар деп ойлаған. Ал Қазанғап тірі кезінде мұндай мәселелерді өз шешетін еді. Ендігі бәрі ойланып не істеу керегін шешуге тырысты, алайда едіге өз дегенінен қайтпады. Қойыңдар жігіттер, лайық емес сөздерді, деп тоқтатты ол жастарды. Мұндай адамды ата-бабасы жатқан ана бейітке жерлейміз, марқұмның өзі өсиет еткен жерге. Енді сөзді қойып іске кірісейік. Жол алыс, ертең таң ата ерте жолға шығамыз. Бәрі түсінді, бұл шешімді қабылдамауға едігейдің толық хақы бар еді. Сөйтіп соған келісті. Рас, Сәбитжан қарсы болмақ болды. Ол сол күні жүк пойызына мініп кеткен еді. Өйткені жолаушылар пойызы бұл маңда тоқтамайтын. Әкесінің тірі не өлі екенінде білмей келсе де, жерлеуге жеткеннің өзі едігейді толқытты, тіпті қуантты да. Бір сәт олар құшақтасып, ортақ қайғы мен қасіретке бірігіп, бірге жылады. Кейін едігей өзі де таң қалды. Сәбитжанды бауырына басып тұрып, көз жасына ие бола алмай қайта-қайта «Жақсы болды келгенің қарағым, жақсы болды келгенің» деп еңірей берді. Оның келгені Қазанғапты тірілткендей сезілді ме дерсің, неге сонша жылағанын өзі де түсінбеді. Бұрын мұндай болмаған еді. Екеуі ұзақ жылады. Жетімсіреп қалған Қазанғаптың мазанкасының есігі алдында бір нәрсе едігейдің жанын қозғап өтті. Ол Сәбитжанның бала кезін еске алды. Көз алдында өскен еді, әкесінің еркесі болатын. Оны Күмбелдегі теміржолшылар балаларына арналған интернат мектепке оқуға апарған. Бос уақыт тап болса, халін білуге барып тұратын, кейде жүк пойызымен, кейде түйемен. Жатақханада қалай жүр екен, біреу ренжітпеді ме, тыйым салынған іс жасап қойған жоқ па, сабағы қалай, мұғалімдері не дейді, деп уайымдайтын. Ал каникулда талай рет оны қалың тонға орап, қарлы сарыөзектермен аяз бен боранға қарамай сабақтан қалмасын деп түйемен жеткізетін. Әттең, қайтып келмес күндер, бәрі де өтіп кетті. Түс сияқты жоғалды. Ал енді алдында тұрған бала кезіндегі бейнесін әрең елестететін ересек адам. Бұрынғыдай көзі бақырайған, күлімдеген бала емес, қазір көзілдірік таққан, мыжылған қалпақ киген, ескі галстук тағып алған. Қазір облыс орталығында жұмыс істейді, өзін маңызды, үлкен қызметкер етіп көрсеткісі келеді. Бірақ өмір күрделі нәрсе, басшылыққа көтерілу оңай емес, өзі де талай шағымданғандай жақсы тірек, таныс немесе туыстық болмаса қиын. Ал ол кім? Бір боранлы разъезінің әлдебір Қазанғаптың баласы ғана, байғұс-ай. Бірақ енді ондай әке де жоқ. Қандай болса да тірі әке 1000 есе артық еді даңқты өлген әкеден, ал енді ондай да жоқ. Сосын көз жастары басылды, әңгімеге іске көшті. Сонда белгілі болды. Әлгі ақылды ол әкесін жерлеуге емес, тек құтылу үшін келген екен. Қалай болса солай көме салып, тезірек кетуді ойлады. Ол неге сонша алыстағы ана бейітке апару керек? Мына айнала толған кең дала Сарыөзек табалдырықтан бастап көз жеткенше иен жатыр. Теміржол бойындағы бір төбешікке жақын жерден-ақ қабір қазып, көме салуға болады. Қарт жол қараушы сол жерде жата берсін. Өмір бойы еңбек еткен, жолынан өткен пойыздардың дыбысын естіп жатсын, деген сияқты ойларын айта бастады. Тіпті өлгеннен құтылудың ең оңай жолы тез көму, деген ескі мәтелді де келтірді. Қай жерге көмілсе де бәрібір емес пе? Мұндай істі неғұрлым тез бітірген дұрыс, деді. Ол осылай сөйлеп отырып өзін ақтағысы келді. Жұмыста шұғыл маңызды істер күтіп тұр. Уақыт тапшы. Бастыққа бәрібір, зират алыс па жақын ба, белгіленген күні белгіленген уақытта жұмысқа келу керек. Болды. Бастық, қала. Едігей іштен өзін кәрі ақмақпын деп сөкті. Әлгінің келгеніне елжіреп, еңіреп жылағанына ұялды да өкініп қалды. Ол орнынан тұрды. Олар 5 шақты адам ескі ышпалдардан асылған орындықта отырған еді. Өзін әрең тежеп, дәл осындай сәтте жұрттың көзінше ауыр сөз айтып қоймауға бар күшін салды. Қазанғаптың аруағын сыйлады. Тек былай деді. Жер жетерлік, рас, қалағаныңша бар. Бірақ неге екені белгісіз адамдар жақындарын кез келген жерге көме салмайды. Демек, оның да бір мәні бар шығар, әйтпесе жерді біреу қызғанып отырма, деді де үнсіз қалды. Боранлылықтарда үнсіз тыңдады. Өздерің ойланып шешіңдер, ал мен барып жағдайды біліп келейін. Сөйтіп қабағы қатулы, іші толы наразылықпен ол жерден алыстап кетті.
қастары түйіліп, қабағы түксиіп, ол мінезі қатал, қызба адам еді. Сондықтан да боранды атанған, егер Сәбитжанмен оңаша қалса, бетіне бар шындықты айтып, өмір бойы ұмытпастай етер еді. Бірақ әйелдердің сөзін сөз еткісі келмеді. Ал әйелдер болса сыбырласып, ренжіп жатыр. Әкесін жерлеуге келген ұл қонаққа келгенде қалтасы бос. Ең болмаса бір қорап шай әкелмепті. Ал келінше, қаладан келген келін өзі келіп, жоқтау айтып, жылап сықтамай ма? Ұят та жоқ, ар да жоқ дейді. Қарт тірі кезінде дәулеті бар еді. Екі сауын інген 15 шақты қой ешкісі болды. Сол кезде қадірлі еді. Сонда келіні келіп кетіп жүріп бәрін сатқызған. Қартты өздеріне алып кеткендей болды да, өздері жиһаз алып, машина алған. Кейін қарт керек болмай қалған. Енді мүлде көрінбейді. Әйелдер шу көтермек болды, бірақ едіге тыйым салды. Бүгін ондай сөз айтуға болмайды. Бұл біздің ісіміз емес деді. Ол қора жаққа қарай беттеді. Сол жерде өзі жайылымнан айдап келген боранлы қаранар байланып тұр еді. Бір апта бойы ол дерлік еркін жүрді. Тек ара-тұра табанмен келіп, құдықтан су ішіп кететін. Енді қайтадан байлаулы тұрғанына наразы болып, ашулы түрде анда-санда ақырып қояды. Ескі әңгіме, еркіндіктен кейінгі тұсау, оған қайта үйрену керек. Едіге Сәбитжанмен болған әңгімеден кейін ашулы күйде келді. Бірақ мұның осылай боларын алдын ала білген. Сәбитжан өз әкесінің жерлеуіне келгенінде бір жақсылық жасағандай көрінеді. Ол үшін бұл тез құтылу керек ауыртпалық қана. Едіге артық сөзге бармады. Бәрібір істің бәрін өзі атқаруға тура келді. Көршілер де қарап қалмады. Жолда жұмыс істемейтіндер ертеңгі жерлеу мен асқа дайындыққа көмектесіп жүрді. Әйелдер үй-үйден ыдыс жинап, самауырын тазалап, қамыр илеп, нан пісіре бастады. Ерлер су тасып, ескі шпалдарды жарып, отын дайындап жатты. Жалаң далада отын мен су ең қажетті нәрсе. Ал Сәбитжан болса тек кедергі келтіріп, әртүрлі әңгіме айтып, облыста кім қандай қызметте, кімді жұмыстан алды, кімді көтерді, деп сөз қуып жүрді. Әйелінің келмегеніне де қысылмайды. Қандай халық болды өзі, деп ішінен күйінді едіге. Олар үшін бәрі маңызды, тек өлімнен басқа. Бұл ой оны мазалай берді. Егер өлім олар үшін ештеңе болмаса, онда өмірдің де құны жоқ қой. Сонда олар не үшін қалай өмір сүріп жүр? Едіге ашумен Қаранарға айқай салды. Не бақырасың, қолтырауын? Аспанға қарап айқайлағаның не? Сені Құдай естиді деп пе? Деп ұрысты. Ол қатты ашуланғанда ғана түйесін қолтырауын деп атайтын. Мұндай лақапты оған темір жоршылар берген. Тістері мен ашушаң мінезіне қарап, айқайлай бер, барлық тісіңді сындырамын. Түйеге ер салу керек еді. Іске кірісе келе едіге біртіндеп сабасына түсті. Қаранарға сүйсіне қарады. Ол әсем де айбатты еді. Едігейдің бойы ұзын болса да, оның басына әрең жететін. Ол еп пен түйенің мойнын иіп, тізесіне қамшы сабымен түртіп бұйрық берді. Қатты қарсыласса да түйе ақыры иесіне бағынды. Тізерлеп отырып жерге жайғасты да едіге ер салуға кірісті. Түйені дұрыс ерттеу оңай іс емес. Үй салғанмен бірдей. Әр жолы ер қайтадан жасалады. Оған шеберлік те, күш те керек. Әсіресе Қаранардай алып түйеге. Қаранар деп аталуында да себеп бар. Қап-қара жүндес басы, желкеге дейін өсетін қалың қара сақалы, мойнының асты қара шудағы толы, тізесіне дейін түсетін жал, бәрі оның сәні. Арқасындағы қос өркеші қара мұнарадай биік, қысқа құйрығының ұшы да қара, ал қалған жері мойнының үсті, кеудесі, бүйірі ашық қоңыр түсті. Сымбаты мен түсі арқылы аты шыққан боранлы Қаранар сол кезде нағыз кемел жасында еді. Жасы 20-ның үстіне шыққан. Түйелер ұзақ өмір сүреді, сол себепті олар 5 жасында ғана боталайды. Әрі жыл сайын емес, 2 жылда бір рет. Буаздығы да ұзақ, 12 ай. Ең бастысы ботаны алғашқы 1,5 жылда бағып-қағып өсіру. Суықтан, желден қорғау керек. Содан кейін ол күн сайын өсіп, ештеңеден қорықпайтын болады. Суықтан да, ыстықтан да, шөлден де. Едіге бұл істің қыр-сырын жақсы білетін, боранлы Қаранар әрдайым бабында ұстайтын.
Денсаулық пен күштің басты белгісі оның қара өркештері шойындай болып шошайып тұратын. Бір кезде қазанғап оған әлі еміп жүрген кіп-кішкентай мамықтай жұмсақ бота сыйлаған еді. Едіге соғыстан оралып боранлы разъезіне жаңа орныққан алғашқы жылдары. Ол кезде Едігейдің өзі де жас еді. Қайдағы кәрілік. Бұл жерде ақ шашты қарт болғанша тұрамын деп ойламаған да. Кейде сол кездегі суреттерге қарап өзіне өзі сенбейді. Қатты өзгерген, шашы ағарған, тіпті қасы да ағарып кеткен. Әрине бет әлпеті де өзгерген. Бірақ денесі семіріп ауырлап кетпеген. Қалай болғаны өзі де білмейді. Әуелі мұрт қойды, кейін сақал өсірді. Енді сақалсыз жүру жалаңаш жүргенмен бірдей. Содан бері тұтас бір дәуірдің өтіп кеткеніндей. Міне, қазір де жерде жатқан қаранарды ерттеп жатып, кейде даусымен, кейде қолымен сермеп жуасытып, әлсін-әлсін арыстандай ақырып, ұзын мойнын бұрап, қара жалбас басын шайқатып, түйеге ие бола жүріп, Едігей сол өткен күндерді еріксіз еске алды. Жаны бір сәт тыныштық тапқандай болды. Ол ұзақ әуреленді, жүген жабдықты дұрыстап, бәрін ретке келтірді. Бұл жолы ер салмас бұрын қаранарды көне, бағалы, түрлі түсті шашақты, кілем өрнекті ең сәнді жабумен жапты. Соңғы рет қашан осылай әшекейленгенін өзі де ұмытқан. Бұл әсем жабуды үкібала да қызғыштай қорып сақтайтын. Міне енді сондай сәт туды. Боранлы қаранар толық ерттеліп болғанда, Едігей оны тұрғызды да, көңілі қатты разы болды. Тіпті өз ісіне мақтанып та қалды. Қаранар шынымен айбарлы әрі салтанатты көрінді. Шашақты жабумен көмкерілген. Өркештерінің арасына шебер қойылған ерінен ерекше көзге түсті. Жастар көрсін, әсіресе Сәбитжан көрсін, түсінсін. Өмірін абыроймен өткізген адамды жерлеу ауыртпалық емес, кедергі емес. Бұл ұлы, қасіретті болса да мәңгілік оқиға. Оған лайық құрмет жасалуы тиіс. Біреулерде музыка ойнайды, ту көтеріледі, біреулерде аспанға оқ атылады, гүл шашып, гүл шоқтары әкелінеді. Ал өзі боранлы Едігей ертең таңертең қаранарға мініп, оны сәнді жабумен әшекейлеп, қазанғапты соңғы мәңгілік мекені ана бейітке бастап барады. Ұзақ жол бойы Сарыөзектің кең, ен даласын кесіп өтіп бара жатып, ол қазанғапты ойлайтын болады. Сол оймен оны ата-баба қорымына жерлейді. Өйткені екеуінің арасында сондай уәде болған. Иә, ондай уәде болған. Жол алыс па, жақын ба бәрібір қазанғаптың аманатын орындау керек. Оған ешкім, тіпті туған ұлы да кедергі бола алмайды. Бәрі көріп білсін деп, Едігей қаранарды қорадан жетектеп шығып, үйлерді айналдырып жүріп, қазанғаптың мазанкасының қасына байлап қойды. Бәрі көрсін, ол боранлы Едігей уәдесінде тұратынын дәлелдегісі келді. Бірақ бекер әуреленген екен. Едігей жабдықпен айналысып жүргенде, ұзын Еділбай Сәбитжанды оңаша шақырып алды. Жүр, көлеңкеде сөйлесейік. Әңгімелері ұзаққа созылмады. Еділбай ашық айтты. Сәбитжан, сен Құдайға шүкір ет. Әкеңнің досы боранлы Едігейдей адам бар. Бізге кедергі болма. Адамды жөн жосығымен жерлейік. Асықсаң ешкім ұстап отырған жоқ. Сенің орныңа мен бір уыс топырақ сала саламын. Бұл менің әкем, мен өзім білемін, деп бастай бергенде Еділбай сөзін бөліп жіберді. Әкең сенің әкең шығар, бірақ сен өзің өзіңе ұқсамайсың. Сен де айтасың, деп кейін шегінді Сәбитжан. Жарайды, бүгін ұрыспайық. Ана бейіт болсын, айырмасы жоқ, тек алыс көрінді. Солайша әңгіме бітті. Кейін Едігей қаранарды жұртқа көрсетіп қойып келіп, қойыңдар жігіттер, лайық емес сөздерді, мұндай адамды ана бейітке жерлейміз. Дегенде ешкім қарсы шықпады, бәрі үнсіз келісті. Сол күннің кеші мен түні бәрі бірге көрші қолаң болып марқұмның үйінің алдында өткізді. Ауа райы да қолайлы еді. Күндізгі ыстықтан кейін Сарыөзекте күзге тән салқын түсті. Әлемді үнсіз, ауыр тыныштық жайлады. Кешкісін ертеңгі асқа сойылған қойдың терісін сыпырып бітірді. Ал әзірше самаурын қайнап шай ішіп, әртүрлі әңгіме айтып отырды. Жерлеуге дайындықтың көбі біткен. Енді тек таңды күтіп, ана бейітке жолға шығу ғана қалды. Қарт адамның өлімінде болатындай тыныш, сабырлы күй кешті бәрі. Ал Боранлыда әдеттегідей пойыздар келіп кетіп жатты. Шығыстан батысқа, батыстан шығысқа. Сол кеште бәрі осылай өткенімен бір жағымсыз оқиға болды.
Сол кезде Айзада да күйеуімен бірге жүк пойызымен келіп жетті. Ол келе салысымен қатты жылап дауыс көтергенде әйелдер оны қоршап бірге жоқтай бастады. Әсіресе үкібала қатты қайғырды. Айзадамен бірге еңіреп жылады. Едіге оны жұбатпақ болды. Өлгеннің артынан өлмейсің, тағдырға көну керек, деді. Бірақ Айзада басылмады. Көп жағдайда осылай болады. Әкенің өлімі оған ішіндегі шерін шығарып, жылап-сықтап, жанына жиылған бар ауыртпалықты төгуге себеп болады. Ол жылап тұрып, марқұм әкесіне қарап, өз тағдырына налиды. Мені түсінетін, қолдайтын ешкім жоқ. Жасымнан өмірім оңбады. Күйеуім маскүнем, балаларым қараусыз. Стансада сенделіп жүр. Бұзақы болып кетті. Ертең бандитке айналуы мүмкін. Үлкені ішуді бастап кетті. Милиция келіп ескертіп кетті. Іс прокуратураға жетуі мүмкін. Ал мен жалғыз не істей аламын? Алтауын қалай бағам? Ал әкем болса тірі кезінде ештеңе естімеді. Ал күйеуі болса шынымен де бейжай отыр. Жүдеп жүдаған, тұнжырап үнсіз темекі шегіп отыр. Ол үшін бұл үйреншікті жағдай. Әйел айқайлап-айқайлап өзі-ақ басылады деп біледі. Бірақ осы сәтте Сәбитжан араласып кетті. Содан дау басталды. Ол қарындасын ұялтпақ болды. Бұл не қылық? Әкеңді жоқтауға келдің бе, әлде өзіңді масқаралауға ма? Қазақ қызы әкесін осылай жоқтай ма? Бұрынғы әйелдердің жоқтауы аңызға айналатын еді. Олардың жоқтауын тірілердің бәрі жылайтын. Ал марқұмның абыройы аспанға көтерілетін. Ал сен не істеп тұрсың? Өз қайғыңды айтып отырсың. Айзада дәл соны күткендей, одан сайын өршеленді. Ақылды болып кетіпсің ғой, әуелі өз әйеліңді үйрет, сол әдемі сөздеріңді соған айт. Неге ол келмеді? Неге жоқтау айтпайды? Сен екеуің қартты түк қалдырмай тонадыңдар. Менің күйеуім мас болса да осында, ал сенің ақылды әйелің қайда? Сонда Сәбитжан Айзаданың күйеуіне айғайлап, әйеліңді тый, деді. Бірақ әлгі күйеу кенет ашуланып Сәбитжанға ұмтылып, оны тұншықтырмақ болды.